Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз жаңғақты бәліш жасайтын боламыз. Менің арнама қош келдіңіздер. Барлық пирогтың жасалу рецептісін описанияда қалдырып кететін боламын. Ол үшін бізге 5 жұмыртқаны ыдысымызға шекермен бірге салып араластырып аламыз. Және 2 стақан жаңғағымызды осылай мясорубкіден өткізіп, болмаса блендермен ұнтақтап аламыз. Мінекей біздің жаңғақты бәлішіміздің ең басты қоспасы осы жаңғақ болады. Мінекей енді 1 стақан уатылған сухариларымызды да осылай жаңғағымызға араластырып аламыз. Мінекей біздің тестамыз дайын болды. Енді пергамент қағаз салынған осындай табамызға әдемілеп құйып шығып, тегістеп бетін жайып шығамыз. Және қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің пирогымыз дайын, өте оңай және тез дайындалатын пирогымыз міне осындай болып пісіп шықты. Енді бетіне мен май мен сгущенка араласқан осындай кремді жағып шықтым. Жағып шығып, бетіне мак ұнтақтарын сеуіп шықтым. Біздің пирогымыз дайын. Баршаңызға ас болсын. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта көптеген видеолармен, видео рецепттермен бөлісіп отыратын боламын. Келесі кездескенше күніміз жақсы болсын.